Мен салауатты өмір салты маманы ретінде осы витаминдердің екі түрін айтқым келеді. Ол майда еритін, яғни А, Д, Е, К витамин тобы және суда еритін. Оған В тобының витаминдері және С витамині жатады. Осыған қарап, біз әрбір витаминнің бір күндік дозасын көре аламыз. Ағзаға қажетті витаминдерді ең біріншіден анализ тапсырып таңдалған жөн. Көбінесе осы витамин С-ны ішуіміз керек, яғни иммунитетті жақсартады бұл. Қазақстан мемлекеті күн сәулесі өте аз түсетін мемлекет, сондықтан Д витамині ішу керек. Әр адам бірнеше дәрумен ішкеннен кейін шатасып кетіп жатады. Сондықтан бір лайфхак көрсеткім келеді. Мынандай қорапшаны алып, соған витаминдерді осылай салып қоясыз. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі деп бөліп қоясыз да көріп отырасыз. Яғни ұмытып кетпейсіз. Осы айтып өткен кеңестерімізге сүйеніп, дәрумендерді уақытылы ішіп отырсаңыз, сіздің ағзаңызға бұл үлкен көмегін тигізеді. Және иммунитетіңіз нығайып, ағзаңыз түрлі ауруларға төтеп бере алады.